Қыздар, бүгін мен сіздермен осындай фруктовый салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Инстаграмда хит болып жатыр екен, мен де жасап қарайын деп жасап қарадым. Ол үшін бізге осындай алмамызды жуып алып, қызыл алмамызды төрт бұрыштап турап аламыз. Ыдысымызға салып, артынан бананымызды төрт бұрыштап турап аламыз оны да. Осылай тез дайын болатын салаттың рецептісі екен. Балдарға өте қатты ұнады. Жасап қарауларыңызға кеңес беремін. Осылай бір кивидің де сыртын ашып, оны да төрт бұрыштап турап, артынан жасыл алмамызды салып, оны да төрт бұрыштап турап аламыз. Мен сол уақытта бөлме температурасында тұрған 20% қаймағымызды және сгущенкамызды бір кесеге салып дайындап қойдым. Осылай үстінен кесеміздегі қаймағымыз бен сгущенкамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Шынымен өте дәмді, өте керемет болып шығады екен. Осылай бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша мак салсаңыздар да болады.